I gave you my heart. Дима бро. Және де мен көп достарым айтатын сұрақ ол қалай дұрыс оттяжки беру. Мен өзінің негізі былай өзім нормальный оттяжки беремін. Негізі мынау. Так, чувствительность. Мынау обзор деген көріп тұрған шығарсыздар, мына басып атқан. Бұл сіздердің ар жерде атқандағы негізі чувствительность дейміз. Осы жоғары болса бұл көтеріліп түсіріледі. Нарен бұлар не екен? Точно өзім білмеймін, бірақ негізі сіз өздеріңіз былай негізі мына 80 қоясыздар да. Егер сіздердің атқандарыңыз мына белден төмен болып жатса, не аяқтарға болып жатса, мына 5-еу көтересіз обзорды. Егер сіздердің атқандарыңыз мына бастан бит төбе шығып кетіп жатса, онда 5-еу түсіресіз. Және кейбір телефондар болады, бұл обзор 100 болса да істемейтін. Оларға айтар себебім управление настройка худқа кіріп, мына кнопка огняны паситіңіздер, және оның размерін кішійтіңіздер. Сонда ол мына экран біткен жерге дейін көтерсеңіздер, ол не болады? Оттяжка болады. Мен өзім осылай істеймін, бірақ мен енді менікі 100-де тұрса да істемейді. Және былай әр ұзақтықтың өз көтеретін дистанциясы болады кнопка огняны. Өйткені адам ұзақ болса, оның басы кішкентай болады. Егер адам төбеңізге шықса, тез мына төбеге дейін экран біткенше тоқтамай көтересіз. Егер адам орташа бір 20-25 метрде болса, ол шамада осы жерлерге дейін көтересіздер де. Егер адам ұзақта болса, шамада осы жерлерге дейін көтересіздер. Ал біз кеттік ойында көресіздер. Сіздерге айтар, ең жақсы советім мынау. Дайындық картасы дейді, дайындық базасы дейді. Осы жерде сіздер просто дайындаласыздар. Бұлай оружие бүйтіп атып, бұлай прицелмен істеп, ұзақтан атып, жақыннан атып. Бұл жерде сіздер бір оружие ұстап алып, уақытқа берілген оружиелерді қолға ұстай аласыздар ғой, мына сияқты сөйтіп атып дайындаласыздар. Сіз обзорларыңызды көтеріп түсіріп осы жерден істейсіздер. Насигда оружиелер бұл жер қолданбайды, қолға ұстамайды. Білмеймін, кейбір ютуберлер ұстайды ғой. Ая, там осы шамада сет қамай алды. Көрдіңдер ме оттяжка?